жұмысшы мамандығына арналмақ. Жалпы тақырыпқа қатысты қосар ой, қояр сауалдарыңыз болса 41 11 30 41 27 12 тікелей эфир нөмірлері хабарласыңыздар. Бүгінгі студия меймандармен таныс болыңыздар. Төлеген Әшім, қалалық мәслихаттың депутаты, және де Нұрлан Айтбаев, Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті маркетинг және кәсіптік бағдар беру жұмысы бөлімінің жетекшісі. Хабарымызға қош келдіңіздер. Енді өздеріңізге белгілі, биылғы жылда ел президенті жұмысшы мамандықтарының жылы деп жариялады. Жалпы қоғамда жұмысшы мамандығының қазіргі уақытта беделі қандай? Енді жұмысшы мамандығы содан басталады ғой. Мен құрылыс саласында істеймін. Құрылыста көп айтады ғой. Мына үйді мен салдым деп, мына мектепті мен салдым деп, әкімдер де айтады, бәрі де айтады. Мен директор фирма болып жүрмін, айтпаймын, мына үйді неге салдым деп. Мен бір кармет комбинатты мен салдым деймін. Негізі онда мен бетонщик істеймін. Көп шахталарда әлгі скиповой подъем, сондай салғам. Онда мен монтажник істеймін. Осыны басқарған жерді мен салдым деп айтпаймын. Өйткені негізін әлгі құрылысты салатын, әлгі қолмен істейтін азамат. Бұлай әлгі сырттан басқарып, әлгі маркетинг, менеджер жүрген ол салмайды, ол басқа жұмыспен араласып жүр. Содан бастау керек. Шындап, нағыз сол жұмыс істейтін, нағызына ауыл шаруашылығында ет, нан өнімдейтін, сосын құрылыс салатын, жаңағы темір балқытатын, сол жұмыскердің қолданышады. Соның арқасында күн көріп отырмыз, шыны керек. Сосын оны жоғары ұстағанымыз түзу деп ойлаймын, кейін кезде оған мән бермей кеттік. Кейін көбінесе мен айтам, жылда бір ерекше құрылысшы деген бір медаль береді жылда құрылысшы күніне. Соны мен әлгі тізімін қарасам, директор фирма, әкімнің орынбасары, анау-мынау аяғында бір шақты адам, бір 200-300 адамға береді. Аяғында бір 5-6 болады енді бір әлгі. Бетонщик, каменщиктер. Кәдімгі қарапайым жұмыскерлер. Көбінесе солар болу керек. Тізімнің басынан аяғына солар. Тізімнің басынан аяғына дейін 90% сол жұмыскерлер болған дұрыс. Осы жұмыскерді біз көбінесе көтере қоймаймыз. Міне қазір бәрі жақсы біледі. Қарағандыда кім ең жақсы боксер екен? Көшеде шықсашы, айтып береді. Кім жақсы әнші? Тақылдатып айтып береді. Ал кім жақсы каменщик? Кім жақсы токарь? Ешкім білмейді. Ол да керемет маңызды ғой. Бізге жаңағы әншіден гөрі бізге жаңағы қойшы керек. Қой бағатын адам жоқ. Ол қой бағуды былай қарасам мамандық қой. Оны үйрену керек, оны білу керек. Қазір біз содан ішіп отырған тамағымыз да халықтың жағдайы да соған қарап отыр ғой, шынын айтайын. Енді сол жағынан жұмыскер мамандығына кішкене көбіректі көңіл беру керек деп мен ойлаймын. Оған да ішкі саясат жағдайы өзі осыған екпін беріп отырған биылғы жылда. Енді биылғы жыл деп жарты жыл өтті. Бір керете бір әлгі біз жиналамыз, айтамыз, митинг өткіземіз, айтамыз, жұмыскер көтерейік деп, енді туды көтереміз, үйтеміз, бүйтеміз. Сосын әрі қарай қозғалыс жоқ қой. Жалпы сұраныс қандай қазір қоғамда жұмысшы мамандықтарына деген? Өте жоғары дей аламыз ба? Өте жоғары, шыны керек. Біз қазір былай қарасақ, құрылыста көбінесе өзбек ағайындар, тәжік ағайындар көршілес бауырлар. Құрылысты көтеріп жатқан солар қазір көбінесе. Бізде енді өзіміздің Қазақстанның азаматтары аса ондайға баса қоймайды. Тәжірибелері төмен, жұмыстың сапасы да төмен, шын айтайық. Оны біз политехник университет шақырбыз, бұл кісілер инженер дайындайды ғой. Жаңағы колледждерді дайындайды, жұмыс істеп жатыр, былай қарасақ, жұмысы бәрі түзу сияқты. Бірағында сапалы, жақсы, құпты істейтін азаматтар шамалы. Сол себепті біз жаңағы көршілес жатқан елдегі тәжік, өзбек ағайындарға жүгінеміз бе? Енді былай қарасақ, енді адам саны жетпей жатыр ма? Күш? Адам саны жетпей жатқанда біздің азаматтар көп көңіл бөле қоймайды. Міне бір ауылда біз мектеп салып жатырмыз. Сосын мен енді жергілікті жігіттерді жұмысқа алған дұрыс қой. Оған командировка төлеп көрсе, ол жатар орны бар дегендей. Ол барып нетсек, бір-екеуі ғана келіссе тәуба, оны күзетіне ғана әлгі кладовкасын сондай ғана келіседі. Бұл әлгі кірпіш тасып жүруге, әлгі қара жұмысқа бара қоймайды.
Осын сырттан әкелесің, оған командировочный төлеу керек. Оны апарып, оның өзінде жаңағы сырттан келген азаматтардың, жаңағы бізде өзіміздің азаматтарға да, сол сырттан келген азаматтарға бірдей төлену ақша. Соны сырттан келетін азаматқа жаңағы ақша өзінің тұрып жүруіне, жолына беріледі. Осын әлгі Өзбекстанға үйіне жіберіп, үйіндегі отбасына ақшасы жетеді. А біздің азаматтарға ас сияқты көрінеді бәрі. Сол ауылдың басында жатып, не сол жерден оны не расходы жоқ қой, ішіне кіргенде, анаған қарағанда. Сосын міне былай қарастырсақ, мына сырттан келген Өзбекстан, Тәжікстаннан келген азаматтар міне кірпіш салса, бір адамға 5 кубтан салады күніне. А біздің азаматтардың бригадасын қойып қойсаң, 1, 2, 3 куб. 2-3 куб деген енді 400 кірпіштен санайсың, бір 800-1500 кірпіштен ғана бір адамға. Біздің жерде енді уақытпен санасу керек, жазықсызға құрылыс жылдам салыну керек қой. Сапа болу керек. Сосын сапа жағынан да сол жұмыстың нәтижесі кішкене көбінесе төменірек болады. Мына ішіне керек мені қуандыратын біздің көбінесе мына Жамбыл жақтан келген жігіттер, Шымкент жақтан келген бригада болып келеді, кірпіш салушылар. Олардың енді жоғарылау енді. Жақсы түсінікті енді. Оны дайындап оған мән беру керек деп ойлаймын. Енді университетте осы жұмысшы мамандығы бойынша қай бағыттарда кімдерді дайындайсыздар, қалай дайындайсыздар? Жақсы. Бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Қазіргі таңда жұмысшы мамандықтарға сұраныс қандай деп айтып жатырық қой. Сұраныс бұғанға дейін болған және бола береді. Биылғы өзі жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланғаннан кейін қазіргі таңда осы салада еңбек ететін қызметкерлерінің абырой дәрежесін көтеру бойынша жұмыстар жүргізілу барысында. Жаңа мен ағамыз айтқандай, мысалы кез келген мемлекеттік награда болсын, кез келген сый құрмет болсын, шыны керек жоғары тарапта кетіп қалды. Ал негізі іргетасын қалайтын ол төменгі тарап, төменгі жаңағы мамандары. Енді осы тарапта жұмысшы мамандықтар жылына орай жалпы университетте біздер Қарағанды техникалық университеті техникалық бағыттар бойынша маман дайындаймыз. Оның ішінде біздің университетте өзі 2011 жылдан бастап жұмысшы мамандықтар орталық құрылған болатын. Яғни студент болып келген студент мынау екінші курстан кейін бізде өндірістік тәжірибе өтеді. Яғни осы орталықта, бұл орталықта тәжірибе өткеннен кейін екінші дәрежелі жаңа біліктілік беріледі. Яғни мысалы токар болсын, дәнекерлеуші болсын, я болмаса жаңағы мынау байытушы болсын, я болмаса жаңағы металл жонушы болсын. Қазіргі таңда осы бағыттарда әрмен қарай тығыз жұмыс жүргізу барысында. Яғни сол корчика дейміз, біліктілікті алу арқылы мысалы кез келген өндіріс орны өзінің мамандығына сәйкес келген жағдайда жұмыс жасап, әрі қарай жалғастыру мүмкіндіктері өте жоғары. Енді осыны әрмен қарай жандандыру, осы біліктілікті арттыру, басқа да мамандықтардың қазіргі таңда ұлғайту бойынша университет тарапынан жалпы жұмыстар жүргізілу барысында. Бұл университет тарапынан қазіргі таңда. Жалпы. Құрылысшылар ше, құрылысшылар жаңа айтып өткендей, кімдер құрылыс саласы бойынша қандай мамандар дайындап шығады университет? Жалпы енді университетте 46 білім беру бағдарламасы даярланады. Оның ішінде осы жаңағы құрылысшы мамандықтар да бар. Мынау колледжден кейінгі әрмен қарай екінші жоғары білім алатында. Енді кейбір мамандықтар да бар, жаңағы мынау қысқартылған, дистанционный форматта жоқ мамандықтар. Яғни бұл белгілі бір тараптарға, белгілі бір жаңағы құжаттың белгілеуіне байланысты сондай бөлімдер жоқ, былайша айтқан кезде оны айту керек. Белгілі бір мысалы жаңа критерийлерге, белгілі бір аттестаттарға енгізу арқылы қазіргі таңда осыны сырттай дейміз ғой, бұрынғы несімен айтқанда, дистанционный формат дейміз ғой, күндізгі қысқартылған дистанционный форматта оқытып білім алу барысында. Университет пен енді өндіріс орындары арасындағы жаңа дуалды оқыту жүйесі, енді мысалы қараңыз, бірінші курстарда мысалы студенттерде кәсіби бір жаңа оқу практикасы, екінші курстарда әрмен қарай жұмысшы мамандықтар базасында өтеді. Үшінші және төртінші курстарда өндіріс орындарына жолдамалау арқылы сол жақтарда өтеді. Жалпы біздің университетте 80 корпоратив университеттермен келісімшарттар жасалған. Яғни сол кәсіпорындарда практикадан өту арқылы, өзінің тәжірибелерін шыңдау арқылы болашақта мысалы жақсы қырынан көрсеткен жағдайда бірден жұмысқа орналасу мүмкіндіктері бар. Мысалы, екінші курста алған біліктілігімен арқылы жұмыс жасап әрі жалғастыру, болмаса қолына жаңағы өзінің бітірген жағдайда диплом арқылы өз саласына. Бірақ дей тұрғанмен де шыны керек осы жұмысшы мамандықтарға өндіріске барып жатқан аз. Өйткені жаңағы қазіргі таңда нарықта айтылып жатыр, осы жұмысшы мамандықтарды әрмен қарай насихаттау. Оларға белгілі бір жаңағы көтермелеу, болмаса жалақысы болсын. Қазіргі таңда мысалы биыл ипотекалық бағдарламаға енгізіп, осы жұмысшы мамандықтарға беріле бастады. Соны әрмен қарай, оның жаңа санын көбейту арқылы, олардың жалақыларын насихаттау арқылы халыққа насихаттап, мысалы бұрынғы кездер айтады, мысалы
100-ге 120 алған қойшы деген сияқты мысалы бұрын біліп жүретінбіз, шопандарды деген сияқты. Сол сияқты осындай жұмысшы мамандықтарын білу үшін кең көлемде ол кісілерді насихаттау жұмыстарын жүргізуіміз керек. Жақсы, енді аға толықтырып өтсеңіз, жаңа жұмысшы мамандықтарын енді насихаттау керек деп отыр, Нұрлан мырза. Жаңа жақсы қолдаулар керек деп отыр. Тағы қандай беделін арттыру үшін тағы қандай мәселелерді алға тарту керек? Қарағандыға қарасаң, біз осы облыста қарасақ, Сайлаубаев деген ағамыз бар. Ол кісі енді әлгі еңбек ардагері, ана үкімет заманында алған. Сайлау Біләлов. Шопан. Шопан, Одан кейін бір әлгі Шопан өзі Қазақстан еңбек батыр деген бір бедел алған Шопан бар ма? Содан бері. Шыны керек. Осы мына Қарағандыда қарап отырсақ, бір көше бар шахтердің атымен, Түсіп Күзембаев. Қаншама көшелер, әкімнің аты да бар, әншінің аты да бар, жазушының аты да бар, енді көшелердің барлығы, батырлардың аты бар. Түсіп Күзембаевтан басқа еңбек жасаған азамат жоқ па? Бар ғой енді азаматтар. Сол жұмысшы маманы біз өзіміз өте төмен ұстаймыз, оны кішкене жоғарлату керек. Жаңа жұмыс істеген азаматтарды. Сол жағын жаңа қарастырып отырсақ, оның өсу жолы да болады. Мына жұмыс істеп жүргенде байқап жүреміз, кейбір жігіттер болады, мына жақсы кірпіш салушы, сосын бір уақытта қарасаң, ол ұйымдастыру мүмкіншілігі бар. Жақсы жұмыс ұйымдастырады. Бригадир болады. 30-40 адам басын қосып, опырлатып жұмыс ұйымдастыратын жап-жақсы азаматтар бар. Сұрап қалсаң, білімі, кейбіреуінің орта білімінде жоқ. Шын айтайық да. Сосын енді оған сіз әлгі ұқсаттама құжаттарды оның атына аша алмайсыз. Ол шешім қабылдайды, ал құжаттар бойынша ол жауап бере алмайды, негізінен онда дипломы жоқ. Қазір мына кісілер қазір политехта сыртта оқуды жауып тастады. Бұрын бізде, мен де солай бастаған, мен өзім шахта монтажник болып істеп жүріп, стройкада істеп жүріп, сырттай техникумда бітірдім, сырттай осы политехта сырттай бітіргенмін, шыны керек. Ол кезде ондай мүмкіншілік болған. Қазір ондай мүмкіншілік өкінішке орай енді аса жетістірмейді. Мен бауырымнан сұрап отырғанымыз ғой, дистанционный немен деп, негізін мен оны жай сұрап отырған жоқпын, негізін жаңағы жұмыскерлердің арасында бар енді. Жұмысты басқарылатын азаматтар. Ертең ол директор фирма болуы мүмкін. Ертең директор фирма болғасын, осы кім біледі, ертең әкімнің орынбасары, әкім болып өсіп кететін жігіттер бар, негізі мүмкіншіліктер бар ол жігіттер. Ол қазір жаңағыдай мен бұл кісілерге айтып отырғаным, бұл кісілер енді инженер дайындау деген оңай емес. Мынандай инженердің расчетчигі болады, есеп жасайтыны. Осыны құрылысты ұйымдастыратын болады. Сол құрылысты ұйымдастыратын мамандықты кішкене бөлектеу шығарып, соны дистанционныйға кешкі оқуға сондай бірдеме ойластырған дұрыс деп ойлаймын. Негізін жаңағы үшін былай құрылыстағы жағдайда қай құрылысқа кірсеңіз, сол құрылыстағы жаңағы жұмыс істеп жүрген азаматтардың басын біріктіретін, соларға тапсырма беретін бригадир. Сол қай құрылысқа кірсеңіз, сол бригадирдің сенің қандай диплом бар, қандай білім бар десең, мен сізге айтайын, сол орта білім бар шыға керек, әрі кеткенін өсті. Сол жігітті, ол шешім қабылдайтын сол жігіт, бірағында оған кішкене білім берген дүзі болады. Жаңа технология картаны оқи алатындай қылып, жаңа чертеж оқи алатындай қылып, жаңа геодезистік отметкасын беретін. Ол бір кереметтей бір әлгі жоғары математика емес. Соны где-то бір былай қарасаң, сырттай кешке оқуда соны дамуға болады. Одан артық әлгі балканың расчетін жасағандай деп айтып жатқан жоқпыз. Оны жерді әлгі күндіз оқыған, есепке жүйрік жас азаматтар сол жағымыз. Сол мамандықтың екіге бөлсе, мынау құрылысты ұйымдастырушы, мынау жаңа құрылыстың есепші, жоба есепшісі деп. Сол екіге бөлген, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Сосын жаңағы жұмыскерлерге де жақсы. Оларға болашағы бар. Ертең ол жаңағы дипломмен прораб болады, ертең фирма директоры болып, өсуіне де жақсы ертең. Жақсы түсініктенді. Нұрлан мырза, жалпы оқыту форматы қалай? Жаңағындай ағамыз айтып отырғандай сырттай оқыту деген, болмаса жаңағы қашықтан оқыту, түрлі форматтар бар ғой қазір. Жалпы мектеп қабырғасынан кейін кез келген түлек күндізгі толық бөлімде оқиды. 4 жыл ол бір. Әрмен қарай колледжден кейін мысалы 3 жыл. 3 жылда күндізгі қысқартылған бөлім мемлекеттік грантына түсуге болады, болмаса ақылыға. Үшінші жаңағы дистанционный форматқа. Оның ішінде дистанционный форматқа мысалы еңбек ете жүре өзінің жаңа дистанционный форматта, яғни
белгілі бір уақыттарда экзамендерін тапсыру арқылы, белгілі бір уақытта онлайн форматта. Бұл колледжден кейінгі. Келесі одан кейін екінші жоғары білім алу. Екінші жоғары білім алу осы дистанционный форматта. Бұның ішінде жаңағы ағамыз айтып тұрғандай, осы мамандықтардың ішіндегі осы құрылыс мамандығы ғана әзірге белгілі бір себептермен қазіргі таңда тоқтатылған болатын. Бірақ енді жаңағыдай сұраныстың, сондай-ақ әртүрлі осындай сырттағы жаңағы мысалы ассоциация болсын, қоғамдық бірлестіктер болсын, осындай жаңағы арнайы хат келген жағдайда мысалы бірлесіп, оны қайта жандандыруға жалпы болады. Сол жандандырған түзу деп ойлаймын. Жақсы. Мына қарасам, мынау сөзіміз Қазақстанда 700 мыңдай адам құрылыс саласында жұмыс істейді. Соның арасында неше түрлі талапты жігіттер бар, баршылық шыны керек. Жаңағы қаншама адамның басын қосып жүрген, жай жігіт емес қой. Ал ауылдан, не басқа жерден 30-40 адам ертіп әкелетін жігіттер бар. Сосын жаңағы 30-40 адам соны тыңдап жүр ғой. Неге тыңдап жүр оны? Соның артынан еріп жүр. Мүмкіншілігі бар. Алладан берген бір талабы бар шығар. Болашақ бір ұйымдастырып, бір елі басқаратын азамат шығару. Соған жол беріп, мүмкіншілік сондай жасаған. Өзіңіз қанша жыл болды құрылыс саласында жүргеніңізге? Менікі 50 жылдан асты ғой. 50 жылдан. Мен ұятта болса да. Жарты ғасырдан асты. Мен әлгі мектептер сала кіргем. Қазір мені құдайға шүкір енді 67-демін. Енді сол 50 жыл болды ғой. Енді қарамаңызда қазір қанша осы құрылыс саласында адамдар еңбек етіп жүр? Жалпы қазіргі таңда мемлекетпен жекеменшік жұмыс берушілер тарапынан сұраныс қандай? Қазір мен енді көбінесе басқаратын үлкен ол балам басқарады. Мен әлгі инженерлік жұмыстармен шұғылданамын. Бұл жерде 100-ден астам адам құрылысшылар істейді. Бірақ жұмыс көбейген кезде оны қосымша адам қабылдаймыз. Оның кезінде жұмыс қызған кезінде 100 адамға дейін жинағанбыз. Бір фирманың түбінде. Ол құрылыста өзгеріп отырады ғой. Мына қанша құрылыста жұмыс бар, соған қарасты. Ол өзгеріп отыратын нәрсе ғой. Енді мемлекет тарапынан жұмысшы мамандықтарын қолдайтын нақты қандай жобалар бар? Айта аласыз ба? Мемлекет тарапынан енді жұмысшы мамандықтарын жылы деп жариялады. Оған дейін мүмкін қандай да бір бағдарламалар бар шығар қолдайды? Көбінесе ол бағдарламалар сол студенттердің арасында болады. Мына колледждерға мүмкіншілік жасайды, политехқа, мына құрылыс фирмаларға келіп, сол құрылысшылармен сөйлескенін ішіне керек мен көрген жоқпын. Олардың құқығын да аса қорғай қоймайды. Көбінесе жаңағы мен сырттай оқыту деген айтып отырғаным, негізі көбінесе мына заң жағын біле қоймайды көбі. Жаңағы мен айтпақшы, жаңағы бригадирлар да көбін біле қоймайды. О жағында кішкене оқытып жүрген дұрыс болады. Негізі кодексті, ең құрманда, еңбек кодексі. Ол жөндеп шартқа отыру керек жаңағы фирмамен. Сосын жаңағы еңбек ақысын соттаса да, нақты өз еңбек ақысын дәлелдеуді білу керек. Жаңағы сметаны оқуды білу керек. Соның бәрін үйретпесе, оның бәрін біле қоймайды да, сосын ертең жаңағы жұмыс беруші алдап кетеді. Енді сондай мәселеге тап болған жағдайда жұмысшы мамандықтарының құқығын кімдер қорғайды? Онда бізде профсоюз бар. Мен бар да азаматтар барады, бірақ олар бір ширақ қолдағанын мен байқаған жоқ. Әлсіз болып тұр. Әлсіз, профсоюз әлсіз болып тұр. Негізі оларды да профсоюздың ішінде де жұмыстың құрылыс жұмысының жағдайын, жаңағы заң жағын, жаңағы норматив жағын білетін азаматтар жоқ, мамандар. Оны сотта дәлелдеп беру керек. Мына жігітке еңбек ақысын 250 мың қойыпты. Ол мына істеген жұмыстар мынау. Оны мына норматив бойынша былай болып деп дәлелдеп беретін азамат керек. Ол жаңағы бригадир дәлелделмейді. Мен өзіміз айтпақшы, көбінесе бригадирлар орта білімі ғана бар, жігіттер кейбіреулер даже орта білімі де жоқ. Осын жаңағы фирма ол еңбек ақыны азырақ төлеуге барып тұрса, оны дәлелдеу үшін оған да білім керексің. Жаңағы сырттай жаңағыларды оқыту керек деген мен ұсыныс сол жағынан. Негізі олар жаңағы өз құқығын қорғау керек. Ол өз құқығын қорғаса, өз құқығын қорғамаса, ертең ғаділдік болмаса, олар көшеге шығып шу көтереді. Сол естен. Болды. Ана жол әлгі қаңтар болған кезде газ деді. Сосын соның арасында мен ішіне кіріп кеттім депутат ретінде. Жігіттермен қарап жүрсем, көп құрылысшылар, сендер не істеп жүрсіңдер? Олар газдың бағасын қуып жүрген жоқ.
оларға ана үйді біз салдық, біздің еңбекақымыз төленбепті, ана жерде төленбепті, ана мынау. Олардың сол сұрағы. Өзінің жеке мүддесін айтып кетті. Олар әйтеуір әлгі газ деп шулағасын, жаңағы алаңға шығып шулап жүр елмен қатар. Ал былай қарасаң, соның жартысынан көбі құрылысшылар. Ал оны сосын біз атамекенге жинап, жаңа бригадирларына түсіндіріп айтып, кейбіреуін құқығын қорғап, жаңағы еңбекақыларына алуға көмектестік. Но бірағында атамекеннің міндеті бөлек. Ол жаңағы кәсіпкерлерді қорғайтын. Кәсіпкерлерді қорғайтын атамекен әлді. Оны жаңағы кәсіпкерлер палатасы деп айтамыз ғой атамекен. Оның заң отделі бар, оның бәрі кәсіпкерлердің бәрі 1-2 білімі бар. Мен де шыны керек мына заң жағынан бір оқып алғам. Ол жағында біз. Әр директор фирманың қалтасында 1-2 дипломы бар. Олар оңайлықпен жеңілетін азаматтар емес, шын айтайын. Жан-жақты қорғаныс мықты дейсіз ғой. Жаңағы атамекенде заң бөлімі бар, оған келеді, өз құқығын қорғай алады олар. Ал дәл солай жұмыскердің өз құқығын қорғайтын орган жоқ. Профсоюздар көмектеспей ма мысалы? Жоқ, профсоюздар келді. Мен атамекенге келдім. Құрылыс фирманың басшысы ретінде. Атамекенде кәсіпкерлер. Кабинетмен тұрады. Мынау экономический отдел, мынау міне заң отделы, мынау анау. Осының басшысына кіріп шықты, менің құқығымды қорғаған жоқ. Жиналады, шешеді комиссия ретінде. Осынан заң бөліміне барам, онда маған консультациясын береді. Былай істеу керек, мына жерде сен қателестің деп. Мен налоговыймен ал міне жұмыскер келді профсоюзға. Келді бір кабинетте бір ағатай отыр. Давай сотқа бер, өйтпейтін. Бітті. Әлгі заң отделы жоқ, анасы жоқ. Несін жүйеленбей тұр ғой сонда бұл өндіріс орындарындағы білікті профсоюз мамандарды дұрыс қайта даярлап, яғни өз қарамағында. Сонда жаңағы атамекеннен кем болмау керек. Әлгі юротделы болу керек, анасы болу керек, құқығын қорғайды жұмыскердің. Сосын келеді де жаңағы менің ойымша былай істеу керек. Жаңағы заң отделы болса, жаңағы профсоюздің. Сосын жаңа жұмыскер келеді. Мына осылай, мына жерде маған еңбекақы төлемейді. Жарайды, міне қалай. Сенікі дұрыс азамат. Бауырым. Сосын жаңа атамекенде жаңа құрылыс фирманың директорын атамекен қорғап жатыр. Сосын атамекеннің заңгерімен, мына жақтан профсоюздің заңгері екеуі отырып, кімдікі дұрыс емес. Екі заңгер сөйлессе, онда туы мүмкін шешім шығады. Несін жаңағы жұмыскердікі түзу болса, анау дәлелдеп шығады, сендер жұмыскерлерді ренжітсіңдер, мынау дұрыс емес деп. Солай шешіледі. Bir жақ қана әлді болып, бір жақ әлсіз болып тұр бізде. Ол бір жағынан былай ғой. Жаңағы жұмыскерлердің өздерінің бас бірлігі жоқ. Біз атамекенде жаңағы кәсіпкерлер, біз жаңағы атамекенге бірдемесін төлеп отырмыз, носы бар. Жаңағылар еңбекақыларын отырады. А жұмыскерлер жаңағы профсоюздарына енді носын төлемейді, олардың қаражаттары да жоқ. Сосын жаңағы заң отделін ашуға мүмкіншіліктер де жоқ, жаңағы профсоюз. Шыны керек, профсоюздар бізде әлсіз болып тұр қазір. Жай көбінесе әлгі блогер ретінде әйтеуір, ой, бұлай, жұмыскерді ренжіп жатыр, біз құқығын қорғаймыз деп, жай блогер ретінде айтады. Сол деңгейде қалып тұрмыз ғой. Жақсы, енді о жағынан заңды түрде қорғалу керек. Жақсы, түсінікті. Енді өзіңіз құрылысшы ретінде және де депутат ретінде осы президенттің үндеуіне үн қосып, осы мәселелерді айтып жүрген шығарсыз. Айтпаған жерімде онда ешкім тыңдап жүрген жоқ. Бұл енді жұмыс мамандықтар жылының жаңағы солында істейтін мамандардың компанияларға әсер деп ойлаймын. Мысалы, Қазақстандағы беделді компания, мысалы Теңізшевройл, болмаса Казминералс, ол жақтағы кез келген жұмысының толық несі қорғалған ғой, мысалы. Ол жақтың бір жаңағыдай кереғар пікірі, мысалы, есту, мысалы, олардың жүріп тұруы, олардың тамақтануы, олардың еңбек шарты, мысалы, жақсы жасау. Бұл компанияларға да байланысты емес пе, мысалы? Біз ішінде жүрміз ғой. О жақта да дұрыс емес. Мен сізге айта кетейін. О жақта да дұрыс емес болып тұр. Міне бұрын әлгі қазір ол кісінің атын атау қоймайды. Лениннің атын атау берген ғой. Атау қоймайды шығар, да? Марқұм өкіртті ғой. Мен памятник тұр ғой. Сол кезде мынадай 20-шы жылы сондай қаулы шыққан Аконсес деген. Сонда міне оқысаңыз, 48-ші том ғой деймін. Сонда жазып тұр. Шет елге бір кәсіпорынды берсеңдер, онда жаңағы бірде істейтін жұмыс, міне шет елде міне столе бар, мына жұмыс істеп тұр ғой. Міне Совет өкіметі еңбекақысы Германияда не США-дан төмен болу керек. Несі бірде жұмыс қой. Анау да көмір қазып жатыр, мынау да көмір қазып жатыр. Неге еңбекақысы әртүрлі?
бірақ әртүрлі болып кетеді иә жаңағы сол жақтың заңына қарай соны теңдету керек деп бұл жерде қай жерде теңдетіп тұр мына не біздің шахтер не американ шахтеріміз еңбекақысы бір дей ме дейміз иә или еңбегі одан аз болып тұр ма істейтін жұмысы бір дейсіз ғой көмірдің бағасы бөлек болып тұр ма жақсы міне былай қарасаң иә солай салыстырып келсек ол жерде біздің жұмыскерлердің құқығы жөнінде қорғанбаған менің ойым бойынша оны қазір эфирге жібересіңдер жібермейсіңдер білмеймін но бұл тікелей эфир тік кетіп жатыр жай кетті барды біз пенсияда жүрген адамбыз жақсы түсінікті бұл жерде салыстырмалы түрде иә дұрыс айтып отырсыз шетелдік компанияларда да жаңағы бірдей істеліп жатқан жұмыс бірдей міне шетелдік компанияда сіз әлгі шахтада көмір қажырасыз иә дәл сол шетелдік компанияның шетелде шахтасы бар онда да бір жігіт Джон деген жігіт көмір қажып жатыр дейді жаңағы Джон мен біздің әлгі көмір қажыртқан Жұмабектің екеуінің жалақысы бірдей болу керек Жұмабек те қажып жатыр Джон да қажып жатыр жұмыстары бір қауіптігі бір жақсы түсінікті иә Нұрлан мырза енді қай мамандықтарға қазір жастардың көзқарасы жалпы сұранысы жоғары қай мамандыққа көбірек келіп түсіп жатыр соңғы жылдары қазіргі таңда мынау IT мамандықтарға яғни бөлініп жатқан мемлекеттен бөлініп жатқан гранттың саны да қазіргі таңда мысалы біздің жоғарғы оқу орнында IT бағыт бойынша екі бағыт бойынша ақпараттық қауіпсіздік ақпараттық технологиялар мамандығы яғни жалпы мемлекеттен биыл 77 мың грант бөлінсе осының ішінде IT мамандықтарға одан бөлек енді техникалық мамандықтарға да жыл сайын гранттың саны ұлғайып жатыр бұл дегеніміз елімізде сондай ақ осы Қарағанды өңірінде техникалық мамандықтарға сұраныстың жоғары екенін яғни ашылып жатқан өндірістер осында үлкенді кішілі өндірістері оған дәлел ретінде мысалы әртүрлі кәсіпорындармен жаңағы жәрмеңкелер болады мамандықтар жәрмеңкесі болады я болмаса мысалы осы біздің Қарағанды өңірінде қазір болып жатыр мысалы мынау шахтер стадионында жаңағы халықаралық выставка болып жатыр ол жерге де мысалы бүгін кешел бір барып өттік ол жақтарға да осы жұмысшы мамандықтардың керек екені мынау IT саласының сондай ақ техникалық мамандардың керек екені басым бағыт берілген болатын мысалы қазіргі таңда үлкен көрме өтті осы иә үлкен көрме болып жатыр қазір ертең де жалғасып жатыр мысалы сол ішінде осы мына тау-кен саласы оның ішінде металлургия саласы бойынша мысалы былайша айтқан кезде сол жерден де мысалы біз ол жерде жаңағы Ресейден келген Қытайдан дүниежүзінен барлық келген әріптестер ол кісілерден сұраймыз енді жұмысшы мамандықтар тек қана бізде емес жалпы дүниежүзінде былайша айтқан кезде сұранысқа ие және әрі қарай ие болып кете береді ал оны жаңағыдай насихаттап олардың жаңағы біліктілігін арттырып оларға жалақысын арттырып ол енді мемлекет деңгейіндегі мысалы үлкен атқарылатын енді биылғы мысалы жұмысшы мамандықтар жылы деп айтылып жатыр ғой осы орайда осы салада қызмет жасайтын мамандарға басым бағыт беріп әрмен қарай насихаттап олардың беделін арттыру бойынша жұмыс жүргізу керек деп ойлаймын дұрыс айтасыз мен сізге айта кетейін мен осы фирма құрғанда мен әлгі 90 жылы құрғанмын әлгі не Қазақстан құрылмай тұрған кезде сол кезде әлгі 89-90 жылдары фирма құрған ол кезде біз әлгі ШСМ-4 деген неден кәсіпорыннан шыққанбыз онда бізде неміс азаматтар көп болған өзіміздің азаматтар ғой өте жақсы мамандар жақсы сварщиктер жақсы монтажниктер солардың көбі өкінішке орай кетіп қалды әр жаққа сосын қазір енді біздің жұмыскерлер енді бірге істеді ғой бірге істеген жігіттер бар өз арасында хабарласады жаңағы міне Мецгер деген бар Мецгер деген бізде сантехник істеген қазір біздің мына жерде істеп жүрген жаңағы Жұмабек дейді сантехник пен жаңағы Мецгердің еңбекақысы да 10 есе масқара ғой ол Германияда сосын былай қарасаң жаңағы біздің әлгі осындай бір қазақ азаматтар бар Нұрлан деген Елеусизов олар да солар ана бірге істеді ғой қатар істеді олар қатар істеген сонда ананың жаңағы Нұрлан жаңағы Мецгерден Сашкадан да білімі де төмен емес неге еңбекақысы 10 есе аз вот содан басталады ғой оны олар біліп жүр ғой олар өз арасында қазір құдайға шүкір телефон бар бірімен бірі хабарласады туған күндерімен қалай анау мынау деп жаңа жыл деп сосын ең қызығы Германияға анау ақшасын төлеп қызының тойына біздің жігіттер ұшып барып келді тақауда енді соған дейін жетеді ал сонда ананың мүмкіншілігі бар сантехник болып жүрміз мына жолдың ақшасын төлеуге енді ол да оны көріп жүр ғой жігіттер сосын әлгі біздің өкімет туралы бізде дұрыс емес деп бір кені артық сөз шығатын содан басталады сосын міне салық жағын қарайық міне сіз көмір қажып жүрсіз или құрылыс кірпіш салып жүрсіз
1000 теңге таптыңыз. Үстінен мен сізге айтайын да, сіз 1000 теңге емес, сіз 1,5 теңге таптыңыз. Негізінен 350-450 теңгесі салық кетеді. Бізде ең көп салық не еңбекақыға түседі. Былай қарасам, әлгі мен фирманың директоры ретінде дивиденд андай бірдеме ақша шығарсам, ондай үлкен салық бола қоймайды. Мен шын айтайын мысалы. Өз арамызда айтсақ, салық кодексін оқысақ. Ол ұсынысты біз салық кодексіне жазғанбыз, президентке дейін салғанбыз. Президент ондай қаулы берген, еңбекақыға салықты төмендетіңдер деп. Бірақ та мына қазір көріп тұрмын, жаңағы кодекс шықты. Жақсы, былайша айтқанда заңды күшейту керек дейсіз ғой, әр тараптан алып қараған кезде. Сол жақтан жаңағы жұмысы жылы десек, онда жаңағы заң жағынан қарастыру керек. Бірінші кезекте заңды күшейту. Заңды күшейту керек. Жаңағы жұмыскердің еңбекақысына салықты азайту керек. Жұмысшы мамандықтар оның ішінде. Жұмысшы мамандықтар. Солар қолмен жұмыс істеп жүрген. Қолмен жұмыс жасау. Яғни қызығушылық. Оның еңбекақысынан салықты азайту керек. Салық азайса, онда жаңа еңбекақысы көтеріледі. Иә, көтеріледі. Сосын бізде құрылыста жаңа жұмысының еңбекақысына бір 20% өкіметтің есебі бойынша 20% ашып тұр. Шетелдік фирмаларда 30-40%-ға дейін жаңағы еңбекақы болады. Жаңағы құрылыс объектінің бағасында. Сол жағын жаңағы инженерлерге де біз аз төлейміз, проектировщиктерге де. Олар көше бізде 1-2% жаңағы себестоимості, а шетелде 10% кетеді. Бірақ та олардың үйлері де төмен, сапасы жоғары. Негесін жақсы ақша төлеуге жұмысты жақсы істейді ғой. Ол бірмен бірі байланысты нәрсе ғой. Сосын еңбекақыны көтеруден қорықпау керек. Еңбекақыны көтерген сайын, бірақ та сұранысты да көбейту керек. Сол кезде жұмыстың сапасы көтеріледі, жұмыс көбірек істелінеді. Сосын біздің экономика көтеріледі, бірінен кейін бірі тартып кетеді ғой. Сол жағын ойластыру керек. Жақсы түсінікті. Ол ұсыныстардың бәрі енді ішіне керек. Айтып жатырмыз. Енді мына телевизордан айтып тастайық енді. Жақсы. Нұрлан мырза, енді жалпы биылғы ата-аналарға, жалпы түлектерге енді оқу жылы аяқталып жатыр. Қазір көпшілік қайда барсам, қай мамандық таңдасам деген ойда жүргендер де көп қой енді. Көпшілігі таңдау жасағанмен әлі де болса ой үстінде жүргендер көп. Соларға айтар бір тілегіңіз ба, өтінішіңіз ба? Эфирді пайдаланып, жалпы Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті 70 жылдан астам тарихы бар қазіргі таңда. Қазіргі таңда енді сіз айтқандай ұлттық бірыңғай тестілеу өз мәресіне де жетіп қалды. Сәтін салса, келесі айдың шілденің 7-сі мен 10-шы грант конкурсына құжат қабылдау басталады. 7-сі мен 10-шы аралығында. Осы кезде, мысалы, жалпы жаңа айтып өттім, елімізде 77 мың грант бөлініп отыр. 77 мың грант. Биыл сонда көбейтілді ма өткен жылмен салыстырғанда? Өкінішке орай былтыр 79 мың болған. Былтыр 79 мың, биыл 77 мың. Минус 2 мың бірақ дей тұрған менде. Енді осы орайда біздің университетке қазіргі таңда жалпы конкурспен түсу мүмкіндігі бар грантқа. Сондай-ақ кейбір мамандықтарда ауыл квотасымен түсу мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ серпін бағдарламасымен. Ол біздегі Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Жетісу, Алматы облысының түлектері серпін бағдарламасымен біздің жоғарғы оқу орнына грантқа түсу мүмкіндіктері. Сондай-ақ батыс аймақтары, халық тығыз қоныстанған біздегі Атырау, Маңғыстау облысының түлектері батыс квотасымен жоғарғы оқу орнына түсу мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ техникалық және ауыл шаруашылық мамандар квоталары белгіленген, яғни тех квотамен де түсу мүмкіндіктері. Осы орайда 7-сі мен 10-шы аралығында біздің әріптестеріміз осы өңірлердегі, оңтүстік батыс өңірлерге осы құжат қабылдау барысында баратын болады. Сондай-ақ қазіргі таңда консультациялар жүргізу барысында ақпараттар университеттен келіп қазір ақпараттарын алып төрт таңдау жұмыстарын жүргізу барысында. Яғни 77 мың гранттың ішіндегі қарап отырсақ, басым бағыт осы техникалық бағыттарға бөлінген. Яғни жаңа осы жұмысшы мамандықтар болсын, технар болсын, инженер болсын, яғни мемлекеттен сұраныстың бар екенін. Енді осы орайда барша әріптестерді техникалық, оның ішінде таңдау пәні физика, математика, хим, биология, хим, физика, математика, информатика таңдаған түлектерді Сағынов атындағы университетте білім алуға шақырамыз. Жалпы жұмысшы мамандығын таңдауға міндетті түрде. Әрине, ол өз алдында, ол жаңағы техникалық жоғарыға түскеннен кейін, оның ішінде жұмысшы мамандықтары, олардың тәжірибеден өтуі бар, орналасуы бар, оған жаңағы әртүрлі болып жатқан шаралармен жұмысқа орналасуы біздер қамтамасыз етеміз. Жақсы, рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, хабарымызға келіп, осылайша ой бөліскендеріңізге, бастаған істеріңіз берекелі болсын, кіші мамандықтарының мәртебесі биік болсын демекпіз. Ардақтағайын, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.